Бисмилля сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Ырысты аяқ асты етпе. Нұх пайғамбар бірде ұлдарын жинап алып: "Уа ұлдарым, жолдарың оңғарылып, сапарларың сәтті болсын. Құдай сендерді ырыстан, ынтымақтан айырмасын" деп бата береді. Ұлдары: "Әке, ынтымақты түсіндік, ырыс деген не?" деп сұрайды. Сол кезде пайғамбар: "Ырыс Құдайдың адамға беретін несібесі, ырзық нәпақасы. Тәңірі тағала адамзатқа 4 түрлі ырысты нәсіп еткен. Біріншісі ағырыс. Ол 4 түлік малдың желінен шыққан сүт, айран, май, құрт. Екіншісі көкіріс. Жерден өсіп өнген көкөністі айтады. Үшінші ырыс қызыл ырыс. Ол 4 түлік мал мен аңның адал еті. Төртіншісі дәнді ырыс. Оған дәнді дақылдарды жатқызады. Ынтымақтарың кетпесе, ырыстарың түгел болады" деп сөзін аяқтаған екен. Содан бастап аталған 4 затты ырысқа жатқызып, оларды қастерлепті. Аяқ асты етуге, қорлауға тыйым салыныпты.